баспа сөзге шолу жасайым деп келіп тұрған Назерке әріптесімді мен қазір студия шақырым келеді. Ендеше, қош келдің Назерке. Қош көрдік. Қалайсыздар? Қайырлы таң, сұлу қыз. Қалай? Рахмет. Шашыңды басқа түске бояпсың. Иә, байқадыңыздар ма? Байқадым. Бүйралап. Бастақшы. Лапшаға ұқсайды деп айтайын деп, жарайды мақыл үндемей қойын. Айтып болғаннан кейін. Қандай лапшаға ұқсатып тұрғаныңды да біліп тұрмын. Тез дайындалатын ше. Студент кезімде есіме сөйтсем деп. Жақсы, баспа сөзде қандай қызықтар болып жатыр? Алматыда шығатын Заң газетін білесіздер, иә? Соның бүгінгі санында парламент мәжілісінің депутаты Динар Нүкетаевамен жазылған сұхбат бар. Депутат білім беру саласының біраз проблемасын жеткізіпті, соның бірі мынау. Тәрбиешілердің жүктемесі өте көп, ал жалақысы 100 000 теңгенің ар жақ бер жағында. Көбінің несиелері бар, сондықтан бұл салаға мамандар келгісі келмейді. Балабақша басшылары амалсыздан педагогикалық жоғары білімі бардың бәрін талғамай ала беруге мәжбүр. Мұндай жағдайда сапа жайлы қандай әңгіме айтуға болады? Жатақханалардың аздығын да айтыпты. Кезінде өзі де қыздар университетін басқарған соң бұл проблемамен жақсы таныс сияқты. Қыздар, сіз бен біз бір-бірімізді түсінбесек басқа кім түсінсін? Президент әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың жалдамалы пәтерлерінің құнын субсидиялауды тапсырса да, мына бір ащы шындықпен бөліспеске болмас. Ректор болып жүрген кезімде осы мәселемен талай рет бетпе-бет келген едім. Жатақхананың жетіспеуі әсіресе қыз балалары үшін өте қиын. Олар әке-шешесіне жаны ашып пәтер ақысын төлеу үшін жұмыс істейді. Түнгі уақытта кафе, ресторанда даяшы болады көбіне. Қыз балалары үшін бұл қауіпті. Оның үстінде олар оқу керек қой. Мұндай жағдайда қалай сапалы білім алады? Мен дүниеден озған ақын жазушының, ойшылдардың газетте жарияланған талай естелігімен ой толғауын оқыдым, бірақ судьяның өмірлік ұстанымдарын бірінші рет байқап отырмын. Сот пен құқық қорғау саласында көп жыл еңбек еткен Қыдырбек Әлғожаев балалардың кәмелет жасын ұзарту туралы біраз жерде ұсыныс білдіріп, шетелдік тәжірибені де зерттеген екен. Ол қызымыздың кез келген білместігін балалыққа балау біздің қанымызда бар қасиет. Көп жағдайда ой балалық қой деп жуып шаюға тырысамыз. Тіпті бір елде бір тентек жүрмей ме деп кеңпейілділікке де саламыз. Қалай дегенде балаға қателік үшін бірден жаза кесу қиын. Жоғары сот судьяларымен жиі кеңесеміз. Ол кісілердің позициялары да сол мүмкіндік болса, балаларға кешірім жасау, бас бостандығынан айыру жазасын қолданбау. Қалай дегенде де балаға қателік үшін бірден жаза кесу қиын. Жоғары сот судьяларымен жиі кеңесеміз. Ол кісілердің позициялары да сол. Мүмкіндік болса балаларға кешірім жасау, бас бостандығынан айыру жазасын қолданбау. Заңда ізгілендіру шаралары болғанымен оның санкциялары бар. Судьялар оның талабынан шыға алмайды. Бұл судьяларды басқаша ғырынан тануға, көрсетуге жақсы бір мүмкіндік берген сияқты. Заңнан аттамаймыз деп сізбен біз ғана қиналмайды екенбіз ғой. Қазақ әдебиеті газетінде интеллигент жазушы Төлен Әбдіктің 80-ге толған құрметіне бірнеше көлемді мақала шығыпты. Сәкен Сыбанбайдың материалында жазушының шығармалары қысқаша жіліктелген, тозақ оттары жымыңдайды деген еңбегі туралы Төлен атаның өзі былай депті. Араку деген тайпаны мен өзім ойлап таптым. Негізінде ондай тайпа өмірде жоқ. Ал әлгі Шаванти, Паташо, Тапаюна тағда басқалары бар. Амазонка өзенінің бойын жайлаған тайпалар ғой. Бразилияға барып көргенім жоқ. Ол жердің табиғатын, мәселен, папоротник өсімдігінің қалай өсетінін көрмей білмей жазу өте қиын болды. Бұл да ақиқат, парасат майданы секілді ұлттық шеңберден шығып кеткен шығарма болғандықтан бастапқыда әдеби ортаның қабылдауы қиын болды. Ол олма, артынша дәл сондай бір бетті Дулат Исапековтың мақаласы алып тұр екен. Замандастың ойы әрине қызығырақ, мына естелігін тыңдаңызшы. Өзінің ептеп аңғалдығы да жоқ емес. 90-шы жылдары Өскеменде бір пьесам қойылатын болып, сол жаққа шұғыл ұшуым керек болды. Әдеттегідей кассада билет жоқ, амалсыздан орталық комитетте істейтін Төлен досыма хабарластым. Құжатыңды ақшаңды әкеп таста деді. Біраз уақыттан соң телефон соғып алып кет деді. Барсам билетті Шымкентке алып қойыпты. Ау мен Өскеменге деп айттым ғой десем, сен Шымкенттің жігіт емессің бе дейді. Немене Шымкенттің жігіт тек Шымкентке ұша беру керек пе десем, шынымды айтсам билет тек Шымкентке ғана бар екен. Туған жерің ғой. Сол жақтан бірдеме ғып Өскеменге ұшып кетерсің деп күйдіреді ғой. Бұның жалғасын оқып бермесем болмайтын сияқты, тыңдап көріңіздерші. Осыны Бексұлтанға айтсам, өй, Төленің бар болсын дейді ол. Неге десем,
Петропавлға ұшатын болып, Төленнен бару қайту билетін ұйымдастырып бер демеймін бе? Құжатымды ақшамды апарып бергем, сәлден соң келіп, билетіңді алып кет деді. Құстай ұшып қуанып барсам, тек Петропавлдан қайтар билет қана алыпты. Ай, мен ол жаққа бармасам қайтып қайтам деп күйіп пісіп жатырмын. Петропавлға қарай билет табылмады, бірдеңе қып жетесің де өзің. Мә, мынау қайтар билетің деп қарап тұр дейді. Жалпы бұл газеттің безендірілуі де бөлек. Тек мына бір керемет туындылардың беріңіздерші экранға. Авторлары көрсетілмекті. Айтпақшы, мұндай қателікті біздің газеттердің барлығы дерлік қайталайды. Өкінішке қарай. Айқынның бүгінгі санында Испанияда көрсетіліп жатқан отандық кинолар туралы жазылыпты. Қазақ киносының күндері өтіп жатыр екен онда. Ернар Нұрғалиевтің «Алға», Фархат Шәріповтің «Схема» фильмі ұсынылып, сонда тұсауы кесіліп жатыр. Осы сынды фестивальдік киноларды көргім келеді менің де. Әлемді шарлап келіп, кең прокатқа шықпайтын өкінішті Алмас. Әрине. Фестивальдің арасында ғана қалып қояды. Күтеміз бірақ, алға шықты ғой. Фестивальдік кинолар ең болмаса желілерде жарияланып тұрса деймін ғой. Енді бүкіл марапаттың барлығын жеңіп алсын, одан кейін жарияланады ғой міндетті түрде. Сондай ғой, өзі заңдылығы сондай. Тілектес болу ғана қолымыздан келетіні. Және біздің санат қатысып жатқан ұлы дала жорығы туралы да мақала бар екен, оқып көріңіз. Тағы бір жақсы жаңалық, енді әскерге барғандар оқуға ұбт-сыз түседі. Көкше қашан жылынады деп Айдар Тағылған мақалаға назар салуларыңызды да сұраймын. Қыс жақындады, ал Көкшетау әлі де еліміздегі ыстық суы мен жылу электр станциясы жоқ жалғыз қала. Өткен жылы Көкшетауға арнайы жұмыс сапарымен келген парламент сенатының депутаты Нұрлан Бекенов жылу электр станциясын салуға 2023 жылы қол қойылып, тек 2026 жылы бастап салудың жоспарланғанын мәлімдеген. Ал оған дейін тозығы жеткен жылу қазандықтардың көлемі ұлғайып келе жатқан қаланы қамтамасыз етуге қауқары жете ме? Тұрғындар бұл жағдай халықтың қалтасына ауыр соғып жатқанын айтады. Оқу тренд айдарындағы мына үзіндіні айта кетейінші. Экзистенциалист ғалымдар адам ғұмырдың ғибратты не мағынасыз өткен анық көрсететін бір өлшемді сөзсіз мойындайды. Ол сөзінде тұра алу қасиеті. Көкшеліктерге уәде беріп, онысын ұмытып кеткен шенеуніктердің есіне салайық осы тұжырымды. Жұлдыз. Жалпы уәдеде тұру дегеннің маңызы, мәні жоғалып кеткен сияқты біздің мына технологиялар дамыған заманда. Кім ол сен ренжітіп жүрген, шынымды айтшы депші. Көкшеліктер ренжітіп жатыр ғой уәдесінде. Жылда болатын жағдай ғой, Назерке. Тек көкшеліктерді ғана емес деп айтып қалу керек шығар. Назерке әлі жас қой. Әлі өмір алды, әлі талай күйінеді, талай уәде орындалмай кетеді деші, Назерке. Оның бәріне көңіл аударып, ренжи беретін болсаң, дымың қалмайды, сондықтан. Енді рас, Назерке бекер айтып отырған жоқ, расымен де берілген серт орындалу керек, уәде орындалу керек, соны орындауды біз үйренуіміз керек, дұрыс қой? Әдетке айналдыруымыз керек. Әдетке айналдыруымыз керек.